Батыс жабайы емес, актриса Дариға Бадықова тойға неліктен күзетшімен барғанын түсіндірді. Актриса Дариға Бадықова осыдан біраз уақыт бұрын тойға күзетшімен барып, желіде қызу талқыға түскен болатын. Өнер иесі «Ақ пен қара» бағдарламасында бұл әрекетінің себебін түсіндірді деп жазады Қаз-Нұр.kz. Біз болдық, толдық, ойбай күзетші беріңдер демедік. Біз ұжымдық кешке бардық, бізге де ақша керек. Өнер арқылы ақша табуымыз керек. Дәрігер де, мұғалім де өз мамандығы арқылы ақша табады. Күзетшіні мейрамхананың иелері берді. Өйткені ұжымдық кеш болып жатыр. Халық өзі жылына бір рет көңіл көтереді. Ондай кезде адам көп болады. Қыспасын, біреудің зияны тиіп кетпесін деп берді. Біз әртүрлі адамбыз. Біреу бір нәрсе істеп кете ме, тығып алама деп берілді. Оны екі түрлі бағытты шығарған. Батыс жабайы деген. Мен батысты жабайы деп айта алмаймын. Фильм кассасының 70%-ын батыс өңірі жинады. Өйткені қазақи жанашыр. Батыстың елі басқаша, елге, жерге бөліну емес. Батыс өңірі ұлтшыл келеді. Ол суретке түсіп жатыр, оны жабайы деуге болмайды. Ол халықтың ықыласы. Қайта біздің елдің актерлері күзетшімен жүр деп қуану керек. Голливудта күзетшімен жүреді екен деп таң қалдық қой. Өзіміздің болып, толып жатқанымызға қуанбаймыз ба? Қазақ спорт пен өнерінен басқа несімен дәлелдейді? Әрбір өсіп келе жатқан жастар осындай болсын, деді Дариға Бадықова.